Баршаңызға сәлем достар. Мен сіздерге бүгін өте ерекше әрі жасалу жолы оңай салаттарын көрсететін боламын. Бұл салатты мерекелік дастархандарыңызға қойсаңыздар, дастархандарыңызды ашып, әдемі көрініс беріп тұратын болады. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен маринадтап пісіріп алған филені ұзыншақтап тураймыз. Қыздар, осы филені қалай маринадтайтын жолы осы YouTube каналымда бар. Сол жерден кіріп қарасаңыздар болады. Әдемі болып осылай қызарып піседі. Салатқа пайдаланатын кезде суытып пайдаланасыздар. Осылай әдемі болып үгітілмей туралатын болады. Келесі помидор тураймыз. Бұны да ұзыншақтап тураймыз. Келесі қиярымызды тураймыз. Бұны да ұзыншақтап турайтын боламыз. Мен әрдайым байқасаңыздар, жіңішке қияр пайдаланам. Арасы тығыз болып, салатымызды су қылып жібермес үшін. Қыздар, мен міне бәрін осылай турап, текшелеп қойдым тарелкіме. Енді мына ашық тұрған жеріне жұмыртқа салатын боламын. Ортасына майонез жібереміз. Енді осы дайын болған салатымыздың үстіне қуырылған картоп саламыз. Мен міне әп-әдемі қылып, сап-сары қылып картоптарымды қуырып алдым. Бұл қуырылған картоптың қышырлап пісірілетін жолы YouTube каналымда бар. Сол жерден кіріп қарап алсаңыздар болады. Салатым міне дайын болды. Өте әдемі дастархан ашып тұратын мерекелік дастархандарға жасасаңыздар болады осылай. Ұнаса лайк басып, каналымды қолдап кетіңіздер.